Сәлеметсіздер ме көрермендер, бүгін біз мына есепті алаймыз. Сонымен берілген теңдікті дәлелдеуіміз керек. Теңдіктің сол жағында бөлшек берілген, бөлшектің алымында m қосылған 1 көбейтілген m қосылған 2 көбейтілген m қосылған 3 және дәл солай кете береді 2 m-ға дейін созылған. Ал бөлшектің бөлімінде 1 көбейтілген 3 көбейтілген 5 көбейтілген 7 көбейтілген 9 деп солай кете береді. Тақсандардың көбейтіндісі және осы екі көбейтінділердің қатынастары 2-нің m дәрежесін береді екен. Сонымен осыны дәлелдейік. Ең алдымен алымын жеке қарастырайық. Алымын жеке қарастыратын болсақ, ол жалпы бұл жерде қандай сан жазылған? Бұл жерде m-нан кейінгі сандарға қарастырайық. Яғни мысалға m факториал дейтін болсақ, бұл 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 5 6 деп кете береді m-ға дейін ғой. Ал мына жерде m плюс 1 m плюс 2 m плюс 3 және солай кете береді. Яғни осы саннан кейінгі. Бірақ осылай кете беріп 2m-ға дейін жалғасады. Ал алдындағы m факториал көбейтін сандар жоқ. Оны біз қалай өрнектеп жасақ болады? Егер біз m факториалды табатын болсақ, ол осындай көбейткіш. Ал 2m факториалды табатын болсақ, ол дәл осылай 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту кете береді. m-ға дейін көбейтілген m плюс 1 көбейтілген m плюс 2 көбейтілген m плюс 3 солай көбейтілген 2m минус 1 көбейтілген 2m-ге дейін. Көріп тұрғандарыңыздай, егер 2m-нің факториалы болатын болса, онда бізде мына көбейтінділер бар. Мына көбейтінділер жоқ. Ал бұл жердегі көбейтінділер 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген m-ға дейін. Бұл m факториал. Онда осы сандардан айырылу үшін біз қалай жаза аламыз? Бөлшектің алымын 2m факториал бөлінген m факториал деп жаза аламыз. Бұл алымы. Келесі бөлшектің бөлімін қарастырайық. Бөлшектің бөлімінде көріп тұрғанымыздай 1 көбейтілген 3 көбейтілген 5 дегендер тақ сандардың көбейтіндісі. Ал тақ сандардың көбейтіндісі солай көбейтілініп 2m минус 1-ге дейін барады. Одан кейін 2m-нің өзі жұп сан болғандықтан 2m-нің өзі алынбайды екен. Басқаша айтқанда, бұны қайтадан жаңағындай 2m-нің факториалы ретінде қарастыратын болсақ, 2m-нің факториалы дегеніміз бізде не? 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 кете береді. 2m минус 1 көбейтілген 2m-ге дейін. Бұл жерде біз 1 көбейтілген 3 көбейтілген 5 деп көбейтілген
2 минус 1 дегенді былай жеке қарастыратын болсақ, және қалған 2, 4, 6 деген сандарды жеке қарастыратын болсақ, онда біздің іздеп отырған 1 көбейтілген 3 көбейтілген 5 деген осы көбейтіндіміз минус 1. Бұл 2 факториалды 2 көбейтілген 4, яғни жұп сандарының көбейтіндісіне тең. Бұл негізі математикада қос факториалмен де айтуға болады, бірақ онымен қазір жұмыс істеу қиын болады. Сондықтан осылай қарастырып жатыр. Енді 2 көбейтілген 4 көбейтілген 6. Бұл жерде не байқауға болады? Егер біз 2-ден бұл жерде біз мына барлық көбейткіштерде 2 көбейтіліп тұрғанын байқаймыз. Себебі жұп сандар ғой. Жұп сандарының барлығы 2-ге бөлінеді. Дәл сол секілді, сондықтан да 2-ні көбейткіш ретінде шығарып алсақ болады. Бірақ ол жерде қарасаңыздар, 2 мына жерде бірінші санда да кездеседі, екінші санда да кездеседі, үшінші дәл солай m-ші рет кездеседі. Яғни 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 деп бізде не болады? Бізде m рет қайталанады. Иә? Сосын бізде осы барлық 2-ні көбейткіштерді бір бөлек жіктеп алған кезімізде, мына жерде 2-ні 2-ге бөлетін болсақ 1, 4-ті 2-ге бөлетін болсақ 2, 6-ны 2-ге бөлетін болсақ 3, яғни m сан қалады. Яғни солай m санның көбейтіндісі қалады. 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3. Солай m сан. Үстінде 2-нің факториалы. Ал бұл жерде енді былай көбейтінді m рет қайталанып тұрған көбейтінді ретінде жазудың орнына біз 2-нің факториалы бөлінген көбейтінді 2-нің бір дәрежесі бар. Бұл жерде 2-нің бір дәрежесі бар. Көбейтуде қосылады. Осылай m рет қайталанып тұрғандықтан бір өз-өзіне m рет қосылады. Басқаша айтқанда бір m-ге көбейтіледі, немесе 2-нің m дәрежесі деп те айтуға болады. Және 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 ол қарапайым m факториал формуласы. Бөлшектің бөлімі. Енді бөлшектің алымын жеке қарастырдық, бөлімін жеке қарастырдық. Мына жердегі алымы бізде 2m-нің факториалы бөлінген m факториал мәнге тиесілі болатын болса, ал бөлімі бұл жерде жаңағыны шығарғандай 2m факториал бөлінген 2-нің m дәрежесі көбейтілген m факториал тең 2-нің m дәрежесі тұр. Бөлу болған кезде ол көбейтуге айналып, бөлім мен алымны орналастырады.
Олай болса, екі n факториал бөлінген m факториал көбейтілген 2-нің m дәрежесі көбейтілген m факториал бөлінген 2m-нің факториалы. Оны біз 2-нің m дәрежесі деп тұрық. Енді мына жерде көбейтуде алым мен бөлімі бірдей болып қысқарып кетіп жатыр. 2m мен 2m факториал мен 2m факториал қысқарады, және m факториал мен m факториал қысқарады. Нәтижесінде 2-нің m дәрежесі өзі ғана қалады. Дәл, ал бұл дегеніміз теңдік дәлелденді деген сөз. Назарларыңызға рахмет.